Техника термині грек тілінен аударғанда тәкшін өнер, шеберлік, білік өте ауқымды ұғым. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл адамның жұмысын жеңілдету, қоршаған ортаны өзгерту, немесе белгілі бір нәтижеге жету үшін ойлап тапқан құралдары мен әдістерінің жиынтығы. Бұл ұғымды негізгі үш бағытта қарастыруға болады. Бұл адамның табиғатқа әсер етуіне, өндіріске, ақпарат алмасуға немесе демалуға көмектесетін барлық материалдық құралдар. Тұрмыстық техника, тоңазытқыш, кір жуғыш машина, шаң сорғыш. Есептеу техникасы, компьютерлер, ноутбуктер, серверлер, смартфондар. Көлік техникасы, автомобильдер, ұшақтар, кемелер. Өндірістік техника, станоктар, роботтар, конвейерлер, өнімділікті арттыру, адам күші жетпейтін жерде машиналарды қолдану. Уақытты үнемдеу, күрделі есептеулерді немесе физикалық жұмысты тездету. Қауіпсіздік, адам өміріне қауіпті жерлерде, мысалы, радиация немесе терең су астында, техниканы пайдалану. Қысқаша айтқанда, техника бұл адамның мүмкіндігін кеңейту үшін жасалған құралдар мен сол құралдарды тиімді пайдалану өнері. Егер сіз қолыңызбен ұстайтын құрылғы туралы айтсаңыз, мысалы, компьютер, бұл техникалық құрал. Ал егер сол компьютерді қалай құрастыру, немесе бағдарламалау керек екенін айтсаңыз, бұл жұмыс техникасы, әдісі болып табылады. Бүгінгі таңда техника мен технологияның дамуы ғарышты игеруден бастап, жасанды интеллектке дейінгі барлық саланың негізі. Техника тек өндіріспен шектелмейді, ол өмірдің барлық саласын қамтиды. Әскери техника, қорғаныс мақсатындағы құралдар, танктер, зымырандар, радиолокациялық жүйелер. Медициналық техника, адам денсаулығын сақтауға арналған құрылғылар, мрт аппараттары, жасанды тыныс алу құрылғылары, лазерлік скальпельдер. Ғылыми зерттеу техникасы, әлемді тану құралдары, микроскоптар, телескоптар, бөлшектер үдеткіштері. Байланыс техникасы, ақпарат алмасу құралдары, спутниктер, талшықты оптикалық желілер, маршрутизаторлар.